Ребята, здравствуйте! Как ваши дела? У нас сегодня урок 15. Там разные нации в мире живут. Там вечные ценности, знания и труд. Бұл бүгінгі күннің тақырыбы. Упражнение первое. Прочитай. Наш Казахстан – многонациональное государство. Біздің Казахстан бұл көп ұлтты мемлекет. Здесь живут казахи, русские, немцы и украинцы, узбеки, корейцы и многие другие. Біздің мемлекетімізде қазақтар, орыстар, неміс, украин, өзбек, кәріс және де басқа да көп ұлт өмір сүреді. Все они граждане Казахстана. Олардың барлығы Қазақстанның азаматтары. И все стараются как можно лучше узнать друг друга и жить в мире и согласии. Және солардың барлығы, халықтың барлығы, бірін-бірін жақсы танып, бір-бірімен тату-тәтті өмір сүргісі келеді дейді. Президент нашей страны Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев, бұл баяғы Осыдан Тоқаев болмай тұрғанға шыққан кітап қой, постоянно говорит о том, что успехи нашей страны во многом зависят от согласия и взаимопонимания всех граждан народов Казахстана дейді. Біздің тұңғыш президентіміз айтпақшы Нұрсұлтан Әбішев Назарбаев, біздің еліміздің жетістігі осы халықтардың бір-бірімен тату-тәтті өмір сүргендеріне тікелей маңызды дейді. Яғни қаншалықты біз тату болсақ, соншалықты біз жеңіске жетеміз, жетістігіміз көп болады деген сөз. Арғай жалғастырамыз. Упражнение второе. Творческая работа в группах. Придумайте небольшие рассказы, используя одну картинку и ключевые слова: мир, согласие, знание, труд, разные нации. Мына жерде бізде сөздер берілген, иә? Мына жерде бізге суреттер берілген және тірек сөздер берілген. Соған қатысты біз шағын мәтін жазуымыз керек. Төртеуінің біреуін таңдайық. Қайсысын таңдаймыз? Мысалы, мен таңдар едім. Мына суретті таңдайық. Көп ұлтты халықтың бір-бірімен көп ұлтты халықтың суреті, Қазақстан Республикасы азаматтарының суреті. Запиши в тетрадь общие главные ценности дома, народа, родины дейді. Құндылықтарды де жазып өт дейді. Енді бізге рассказ. Наш Казахстан. Бізде наш Казахстан деп алайық тақырыбымызды. Мой сосед по дому мой сосед қолданамады маған. Балалар, қалай жазсақ болады? Меня зовут Аня дейік. Менің есімім Аня деп жазайық, Біз бір орыс қыздың атынан не жазып көрейік? Сол ретінде, соның мүмкін ойы ретінде жазайық, Меня зовут Аня. Я живу в Казахстане. Мен Қазақстанда өмір сүремін. Я родилась и выросла, мен туып өскен жерім Я родилась и выросла здесь. Осында здесь в
Шымкентте дейік, Шымкентте өмір сүрдік, өмір сүремін дейік. Мои друзья и соседи казахи. Менің көршілерім және достарым қазақтар дейді. Мы очень уважаем друг. Біз бір-бірімізді өте жақсы сыйлаймыз. Я ары қарай. Я ойнаған не болды? Я люблю кушать бешбармак. Мен бешбармақ жегенді жақсы көремін. Я сосын мен бешбармақ жегенді жақсы көремін. Сосын тағы не жазсақ болады? Білмей жатқанымды қарашы. У нас живут разные нации. Әртүрлі ұлттар өмір сүреді деп жатырмын бұл бізде. Мы трудимся, бізге еңбек етеміз. И живем, өмір сүреміз. Мы трудимся и живем в мире. Біз татулықта өмір сүріп, жұмыс жасаймыз. Я горжусь. Что я гражданка Казахстана. Мен Қазақстанның азаматы болғанымда мақтан етемін деп жаздым. Енді балалар, напишите в тетрадь общие главные ценности семьи, дома, народа и родины. Адамның это главные ценности дома, народа и семьи, отбасының, отанның бірлігі, бұл құндылығы, это любовь, бұл махаббат, мир, татулық, және согласие и уважение. Бірін-бірін сыйлау, балалар. Түсіндік па? Балалар, түсіндік па? Мына жерге біз кішкентай шағын мәтін құрадық, ана жерге мына сұраққа жауап бердік. Біздің үйдің, отанның ең главный құндылығы бұл махаббат, достық, сыйластық деп жауап бердік, балалар. Біз енді ары қарай жалғастырамыз. Бізде упражнение 3. Енді упражнение 3. Допиши. Правильно используй нужные слова.
никто, никого, никому, никого, никем, ни о ком. Бұлардың барлығы бізде қазақшада ешкім деген мағына. Бірақ сөзбен айтуымыз мүмкін да. Ал орыс тілінде бұл неше түрлі сөзбен айтуға болады. Бұл жерде мысалы мына жерге орын қоюымыз керек. Мысалы мына жерде меніңше біріншісіне никто не пришел, ешкім келген жоқ. Иә? Никого из друзей не было. Мына жерге никого деп жазылады. Никого. Из друзей не было. Ни о ком не сказала, никого не видела. Не сказала. Ни о ком не сказала. Никого. Никто не сказал. Ни о ком. Ни о ком не сказала. Никого. Ешкімді көрген жоқпын. Ни о ком. Ни о ком. Ешкіммен қызыққан жоқпын. Ни о ком не думала. Ни о. Ешкімді ойлаған жоқпын. Меніңше осылай. Бір оқып шығыңыздар. Қатем болса түзеңіздер. Никого не видела, ни о ком не интересовался, ни о ком не думала. Никому деген сөзді жаздық па? Никому, никому. Никому не сказала. Мына жерде балар никому болу керек. Никому не сказала. Жазып қойдыңыздар ма? Тыңдау керек до конца. Никому не сказала. Енді дұрыс сұрақ сияқты. Арғай жалғастырайық. Упражнение 4. Прочитай предложение. Постарайся запомнить правописание слов. Попробуй восстановить. Мына сөйлемдерді оқимыз, есімізде сақтаймыз, сөздердің, әріптердің қалай жазылуын қарап аламыз да, соны кітапты жауып қойып жазамыз, ойша жазамыз. Ойымызда қандай қалды? Яғни бізде көбінесе мән беруіміз керек мына сөздерге. Ни, что, не деп жазылуы мүмкін. Никто, не емес. Вечные, ч, н, настоящего, ценности, екі н. Осыға көбірек мән беріп, сөйлемді жазып шығуымыз қажет сөйлемдерді, иә? Бірақ кітапқа қарамауымыз керек. Есімізде сақтау үшін арналған жаттығу. Ал біз арғарай упражнение 5. Переделай, өзгерт дейді. В Казахстане разные нации в мире живут. Орын ауыстырып жазу керек. Мағынасы сол бойынша қалсын дейді. Яғни сөздердің орнын ауыстырып, в мире живут разные нации. В Казахстане разные нации в мире живут. В Казахстане живут в Казахстане разные нации мира. Живут в Казахстане разные нации мира. Мен бірақ сөзін оны ауыстырып кеткен сияқтымын. Бірақ мағынасы сол күйінше қалды. Сіздер басқаша қалай жазар едіңіздер? Ойланайықшы. Егер сіздердің басқаша да варианттарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен арғай жалғастырамын. Подумайте дейді. Работа в парах. Мына жерде бізде схема берілген. Осы схемаға қарап сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап бере отырып, мәтін құрау. Яғни вечные ценности, мәңгілік құндылықтар дейді. Үйіміз, отымыз, мысалы очаг, үйдің ішіндегі, үй бұл да үй деген, мынау да семья, жанұя деген бәрі бір мағына білдіреді. Сол үшін біз отбасымыз туралы, үйіміз туралы мәтін құрап жазайық. Семья. Ол жерде енді тек қана отбасы емес, құндылық туралы жазуымыз керек. Главные ценности семьи
Это любовь. Бұл махаббат. Үлкен әріппен жазылмайды балалар. Любовь. Енді любовь отца и матери детям. Балаларға деген әкесі мен шешесінің махаббаты. Это детям любовь отца и матери. Матери где-то. Детям это бесценный дар. Бұл өте керемет дүние. Дети любят, балалар, своих родителей, өзінің ата-анасын. Дети любят своих родителей безмерно, балалардың өзінің әке-шешесіне өте қатты жақсы көреді дейді. Сосын дети уважают старших, үлкендерді сыйлайды. А старший, үлкендер заботятся о младших. Кішкентайларға қамқор болады. И всегда думают друг о друге. Бірін-бірін барлық уақытта ойлап жүреді. Я тоже люблю, мен де өзімнің люблю своих родителей. Мен де өзімнің ата-анамды жақсы көремін деп жатырмын. Балалар, сіздер тағы да не қосасыздар? Ары қарай жалғастырайық. Балалар, тағы да бір айтып кететін нем бар еді. Енді болашақта осыдан кейінгі сабақтардың барлығын менің каналыма подписаться еткендер ғана көре алатындай мүмкіндік болады. Ал кейбір сабақтарды тек қана менің подписка жасаған ғана подписчиктерім көреді да, подписка жасалмағандар көре алмай қалуы мүмкін. Сондықтан маған подписаться етіп қойды, ұмытпаңыздар, жарайды ма? Ары қарай жалғастырайық. Енді упражнение 7, найди общий. Бір ортақ дүниені тап дейді. Мына меніңше, балалар, ждала, звала, продала, клала. Бұл әріптерді үлкен әріппен жазып қойғанда аны, яғни бұны ударениені созып оқы деген сияқты меніңше. Бұл ударение екінші буынға түсіп тұрған. Ал мынада дожил, нажил, продал. Ударение бірінші буындағы дауысты дыбыстарға түсіп тұр. Меніңше бұл жермен ортақтастықтар осында. Яғни мынада ударение бірінші буынға, мынада ударение екінші буынға түсіп тұр. Осымен олар ортақтастық деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.